Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге Alipayмен төлем жасау және картамен төлем жасау қайсысы тиімді, қайсымен комиссия ұстайды, қайсымен комиссия ұстамайды, соны көрсететін боламын. Міндетті түрде арнаға тіркеліп видеоға лайк басып қойыңыздар. Ал енді видеоны бастайық. Қазір мен уже мына бір наушник таңдап қойдым. Осы наушникті қазір сатып алатын боламыз. Яғни қазір бірінші картамен сатып алып көреміз, Каспи картамен, және оған қанша комиссия ұстайды, қанша жаңағы артық ақша төлейміз оған. И содан кейін Alipayмен төлеп көреміз. Alipayмен төлеген кезде жаңағы комиссия ұстаймыз, сонымен оны да көретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал енді бастайық. Бірінші мына товардың үстінен басамыз. Мен уже параметрлерін бәрін қарап шықтым. Наушникке бәрі жақсы отзыв қалдырған. И еще брендовый белгілері бар, жақсы товар екен жайында. И бұл магазинде қазір скидка болып жатыр. 11-11 скидкасына қатысып жатыр екен, көрдіңіздер ме? 11-11-ге қатысып жатыр. Яғни 11-11 деген сөз осы ноябрьдің 11-11-іне болып жатқан скидка. Уже ол скидка уже басталып қойған. Қай товарда егер осындай белгі көрсеңіздер, онда белгі көрсеңіздер 11-11 деген, значит сонда уже скидка жүріп жатыр деген сөз. Соларға кіріп, ары қарай сатып ала берсеңіздер болады. Ал енді бастайық. Қазір мына сатып ал деген басамын. Мынаны басамыз. И қазір мен картамен төлейін деп жатырмын бұны. Мына жерде таңдаймыз, қай түрін таңдайтынымызды. Так, мына бірде тұра берсін. Бірде тұра берсін. Сол бір таңдап, осылай таңдаймыз. Жалпы 15-16 юан екен, 16 юан. Сатып ал деген басамыз. И бізде мына жерде көріңіздер, мына жерде төлем түрлері көріңіздер, мына жерде. Менде қазір мына Pinduoduo'ның, яғни картамен төлеу деген методта тұр. Яғни осы әдіспен төлейтін боламыз қазір. Мына галочка осы жерде тұр. Енді сіз егер Alipayмен төлейтін болсаңыз, мынаған белгі қоясыз. Мынаны осы жерге көшіресіз. Қазір енді картамен төлейтін боламыз, сондықтан қазір қанша комиссия ұстайтынын көреміз. Сатып ал деген басамыз. И мына бізде уже комиссия шықты. Жалпы наушниктің бағасы мына 15,90. Оған қосылды 2 юань. Не үшін 2 юань десеңіздер, 70 юанға дейін 2 юань қосылады. 3% есептелмейді. 70 юаннан жоғары болса товарыңыз несі бағасы, онда 70 юанға 3% комиссия қосылады. Түсініңіздер ғой? Картамен төлем деген тұр, мен виза. Осы картамен қазір төлейміз. Төлем пароль енгіземіз. И картаның артындағы 3 нөмірді енгіземіз. Қызылды басамыз. И менде 17,90 юан ақша шешілді Каспиден. Енді қазір есептеп көрейік, қанша курспен бізден Каспи юанды шешіп алды. Мына мен есептеп көрдім. Жаңағы 17,90 юанның теңгеге шаққандағы бағасы 1180 теңге. 1180 теңгені бөлеміз 65,9. Сол кезде 17,90 юан кеп шығады. Яғни біз қазір сол наушникті Каспидің курсымен 65,9 деген курспен алдық. 1 юанды сонда 65,9 деген юанмен сатып алдық. Бұл жерде комиссиямен кетті, көрдіңіздер ме? Негізгі бағасы 15,90 еді. 2 юан қосылды оған, 17,90 болды. 2 юаныңыз бізде 66 болса 132 болады екен. 132 теңге уже бізде минуста жатыр. Яғни 132 теңге бізден комиссия ұстап қалды деген сөз. Ал енді Alipayмен төлем жасап көрейік. Міне дәл сол наушник, сол магазиннен аламыз. И міне қазір төлем деп басамыз. И енді бұл жерде уже төлемді картамен емес, Alipayмен жасаймыз. Төлем деп басамыз. И мына жерде уже төлем түрін таңдаймыз. Мына галочканы мына жерге қоямыз, Alipayге қойдық. Міне жалпы бағасы 15,9 юан. Төлем деп басамыз Alipayмен. Alipay'дан аккаунт ашылды. Міне жалпы бағасы 15,90 өзгерген жоқ, комиссия қосылған жоқ, көрдіңіздер. Alipay'дің балансынан төлейміз қазір. Мына жерге басайын. Міне менде Alipay'де 771 юан бар. Осымен төлейміз қазір. Төлем деп басамыз. Мына жерге төлем пароль енгіземіз.
міне баға өзгерген жоқ, сол күйі тұр 15,90. Төлем паролін енгіздік. Міне бізде уже ақша шешілді, көрдіңіздер, 15,90 юань. 15,90 юань ешқандай комиссиясыз төледік. Оны деп басамыз. Міне көрдіңіздер, төлем жасалды, ешқандай комиссия ұстаған жоқ. Қазір мен екеуіне тапсырыс беріп қойдым, енді бұны қазір Alipay-дегін сразу мен возврат жасай саламын. Возврат жасағанда да сразу ақша түседі. Товардың ішіне кіреміз. Міне товардың ішіне кірген кезде қазір біз Alipay-мен сатып алғанымызды қайдан білеміз десеңіз, мына жерде товардың үстінен басамыз. Міне басқан кезде астына қарай түскенде мына жерде стрелка тұр кішкентай. Осын басасыздар. Міне мына жерде Alipay-мен төленген деп тұр, мына жерде көрдіңіздер. Қазір картамен төленгенін көрсетейін. Товардың үстінен басамыз. Мына стрелканы бассақ, міне визамен төленген көрдіңіздер мына жерде. Виза картамен төленген деп тұр, көрдіңіздер ме? Қанша төленгені барлығы. Осылай білесіздер. Қазір мен визамен емес, жаңағы Alipay-мен төленген товарды возврат жасап, ақшасын қайтара аламын. Возврат деген басамыз. Мына жер автомат түрде таңдалып тұрады. Мына жерді таңдаймыз. Плейс деп жазсақ. Плейс деп жаза саламыз. Енді мына жерде возврат деген басамыз. Енді уже болды, возврат болды ақша. Alipay-мен төлем жасағанда ыңғайлы, комиссиясыз, и возврат жасағанда ыңғайлы. Қазір мен Alipay-ге кіріп көрсетемін, уже ақша қайтып түсті маған. Міне көрдіңіздер, уже келіп түсті ақша, 15,90 юань. Alipay-мен төлем жасаған кезде комиссиясыз, и возврат жасағанда да белгілі бір минуттың ішінде ақшасы түседі. Яғни қазір менде 1 минутқа да жеткен жоқ, сразу уже ақшасы қайтып келді маған, возвраттың ақшасы. Ал енді сіз егер картамен төлесеңіз, картаның ақшасы кем дегенде 24 сағат күтесіз оны. 24 сағаттан кейін барып картаңызға түседі. Солай достар, қысқасы Alipay-мен төлем жасасаңыздар, осылай артықшылықтар бар. Яғни ешқандай комиссиясыз өз бағасына төлейсіздер. Ал жаңағы картамен төлейтін болсаңыздар, онда 3%. 70 юаньнан жоғары болатын болса, 3% ұстайды. Ал 70 юаньнан аз болатын болса, онда 2 юань қосылады соған комиссия. Соны айтайын дедім сіздерге. Видео пайдалы болған болса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Менде сол Alipay-ді постерингсіз алу, яғни юаньды қалай арзан алу жайында курс бар, соны оқимын десеңіздер, WhatsApp-қа жазыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар, саламат болыңыздар.